Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге не егетінімді, маған қайсылары ұнайтынына обзор жасаймын. Мен бүгін кеше барып осындай заттарды алдым. Помидор, болгарский перец. Әзірше тезірек егуім керек. Себебі мен кішкене кешірек қалдым. Қалғандарында қандай заттар, огурцы қандай ұнайтын, петрушкаларды сіздерге мен бүгін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Болгарский перец мен кеше барып магазиннен алдым. Биыл кішкене кеш қалдым. 10-15 күнге, бірақ та күн әлі суық, сондықтан биыл 10-15 күн кеш еген бе деп отырмын. Бірінші рет, шпинат емес. Мен бірінші рет не еген деп отырмын, сельдерей. Бірақ былтыр шпинат ектім. Кішкене қысқаға сақтадым, маған ұнады. Базилик алуға ұмытып кеттім, бірақ базиликке әлі уақыт бар. Огурцияларға ерте, сельдерейді бірінші рет еген деп тұрмын. Көрем, қалай шыға ма, шықпай ма. Онда әлі ерте ғой деймін егуіне. Розетка листьев. Высыпка грунт дейді. Бұны екі түрлі егіп көрем соңынан. Грунт и рассадамен. Мына огурцияларды мен жылда алып жүргенім. Мен огурциді мына F1 деп тұр ғой. Сол F1-ді аламын. Себебі F1-да самопыляемый. Оған деген ненің керегі жоқ. Пчелопыляемый емес. Сондықтан осындайлар огурцилар бар. Мен жылда огурциді көп егемін. Салат айсберг бірінші рет алып отырмын. Павло свекло жылда егемін. И мулатканы жылда егем. Былтыр тағы да басқа свекло алған, маған ұнамады. Со бұрынғы алатын свеклоларымды алып егіп отырмын. Редиска, клюква сахара дейді, дәмін көрейік деп отырмын. Тағы бір редиска алдым. Міне еще міне огурцы. Настоящий полковникті мен жылда егем. Маған ұнайды. Еще огурцыды не істегенге де ұнайды. Кішкентай болады, көп үлкен болып кетпейді. Банкаға салып салит етсеңде жақсы әдемі болады. Где-то 10-15 сантиметрдей болады ғой деймін. Вот это эстрагон деген трава, освежающий напитков дейді, для освежающих салаттарға дейді, бірінші рет көрейін деп отырмын. Егер де ұнатпасақ, әдемілік үшін тұра береді. Кукуруза жылда бір жыл шығады, бір жыл дұрыс шықпайды, но жылда еген бірақ. Негізінде Нанский деген морковь егушем, кеше таппадым, тағы алам, әлі ерте ғой. Сосын шантане жақсы неге. Сақтауға жақсы шантане. А вот это русский вкус. Потом осенняя радость дейді. Оны екеуі жаңа. Петрушка егем, екі түрлі жақсы шығады. Гүлдер. Мына гүл маған биыл ұнады. Мына кукуруза сахарда фаворит дейді, тағы бір түрін алдым. Редисканың екінші түрін сахаров дейді, русский вкус тоже. Гавриштікі, біреуі деген 20-25 күнде, екеуі де 20-25 күнде шығатын. Бірақ та мен бірінші азғанта егем, одан кейін қалғанын әдетті бір 20-25 күннен кейін бір үшке бөлбеген ғой осыны мен. Көп керегіміз. Енді менің болгарский перецім болу керек еді, осы жерде таппай отырмын. Міне. Болгарский перец шоколадный красавец дейді, тоже бірінші рет алып отырмын. И сладкий белозер дейді, потому что маған выбор болмады. Перецке негізі кішкене кешіктім 15-20 күнге. Бірақ биыл күн суық, 15-20 күнге кеш еген бе деген ойым бар. Шығып қалатын шығар енді. Көрем алам бердіғаным дейді ғой. Помидор. Помидор, кілең. Біз помидор жаппаймыз. Сондықтан салаттарға мясистый помидорлар алдым. И биік емесін старалась. Ең биігі мына бычье сердце. Оның өзі мына бычье сердце деген үлкен биік болу керек негізінде. 180-ге дейін дейді, высотой
180 бірақ болмайды. Жерде бізде деген күн суық 1,5 метр болады ғой. Қалғандары 1 метрлік. Розовый щечки, розовый Рафаэль, ранный дейді. Ранный ең осы қызылдан соны алдым. Малиновый звон деген алдым. Тоже биіктігі где-то 130 дейді. 1 метр 1,2 болатын шығар. И болгарский перецтерде аласа 60-70 сантиметр, 70-80 сантиметр дейді. 40-70 дейді. Среднем 50-60 сантиметр болады ғой бізде жерде. Гүлдер жылда алмайын деймін да, жылда көп гүл алам. Мынау үлкен ұзын болып тұратын бархатцы маған ұнайды өте. Бұның высотасы 35, бұл ұзын емес екен. Высотасы 35, ол үлкен болмайды, кішкентай әдемі болып тұрады. Содан кейін Василек түрі ұнады өте, 60-80 сантиметр. Мына новый Амарат вдохновение дейді, яркий краски 1 метрге дейін дейді, бірақ білмеймін. Бірінші рет ұнап тұр. Потом астралар маған ұнайды. Және сосын далаға шығып биыл деген нелерді өсірейін деп отырмын. Герандарды, содан кейін мен гүлді осындай 4 қана гүл алдым. Әлі мен базилик алам. Сосын тағы көрем не алатынымды. Биыл деген неге үлгермедім. Петунияға үлгермедім. Петунияны енді еккенмен несі жоқ, бесполезно дейді. Енді мен сіздерге келесі видеомда осыларды қалай егетінімді көрсетемін. 2-3 түрмен әлі 2-3 түрлі жолмен егем мен негізінде. Тағы да алғандарым болса көрсетем. Бұлардың ішінде маған ұнайтындарын сіздерге айттым. Мына огурциларды мен қандай не істейтінімді, қалай өзіме выбирать ететінімді өзім осындай F1 основном F1, сосын 12-15 сантиметр ұзындығы солай алам. Сосын помидордың да биіктігін алғым келмейді. Далада 2 метр болса, оны байлау керек, постоянно қинап кетесің. Солай алып жатыр. Петрушкалар ұнайды. Сосын не егем? Көк пияз емес, мынандай луковица пияз алам, ертең оны кішкене неге қойып қоям. Луковица пияз алып, ыстық жерге қойып қоям, кеуіп тұрады 1 айдай, содан кейін соны егеміз. Әзірше осы алғандарым, тағы да алып жатсам сіздерге көрсетемін. Сау болыңыздар. Келесі видеода мен помидор мен болгарский перецті қалай егетінді көрсетем. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен.